Екі лақ. Ақ лақ пен қара лақ әрі жүгіреді, бері жүгіреді. Жан-жағына алақ-жұлақ қарады. Мына жағы қалың шілік, ана жағы қалың бау. Маңайда ешбір қой, ешкі көрінбейді. Сен ақ-лақсың, түк білмейтін ақымақсың. Мені әрлі-берлі сүйреп жүріп, ақыры адастырдың. Жаның барында қойды тауып бер деп, қара лақ ақ лақты бүйірден бір түйіп кеп қалды. Қара лақ бір күн бұрын туған еді. Ол ақ лақтың ағасы болатын. Денесі шымыр, жұп-жұмыр, маңдайында екі мүйізі бар тұғын. Өзі барып тұрған сотқар болатұғын. Ақ лақты бауырым екен деп аямайтын. Қит етсе ақ лақсың, ақымақсың деп мазақтайтын. Ашуланса болды мүйізімен бүйірден түйіп қалатын. Өзі және жалақор болатын. Бағана бә, мына жердің шөбін қара деп қалың шіліктің ішіне бастап келгенде өзі болатын. Енді адасқан соң ақ лақты жазалап тұр. Ақ лақ ақымақ, жаның барда түс деймін алға деп зікірді қара лақ тағы да. Ақ лақ әрі ойланды, бері ойланды, жүрген тұрған жерлерін еске алды. Ұзап кеткен қойды қалай табамыз, кім біледі, ендігі тау асып жайлауға жетіп те қалған шығар. Ал жайлауға барар жолды табу да оңай емес. Сонда да жол кесіп көрейін. Бірақ саған айтатын сөзім бар. Ешкіммен ерегеспейсің, айтқанымды істейсің. Осыны орындамасаң адасып өлеміз дейді ақ лақ. Өлеміз деген сөзді естігенде қара лақ үрейі ұшып қорқып кетті. Қанша тентек болғанымен ақ лақтың тілін алуға уәде берді. Ақ лақ жол бастап алға түсті. Қалың шөпті олай-бұлай жапырып жүріп отырады. Алдынан жыра кездессе секіріп өтті. Тас кездессе қарғып өтті. Сөйтіп екеуі бір кезде таудың етегіне келіп ілінді. Маңайда бір қара көрінбейді, айнала жым-жырт. Ойда жоқта алдарынан бір түлкі шыға келді. Ту, өзің бір аппақ қардай әдемі лақ екенсің. Ағаңда әдемі шаршап қалған шығарсыңдар. Біздің үйге соғып, дәм татып кетіңдер. Менің де өздеріңдей екі балам бар, бірге ойнайсыңдар, деді түлкі. Ал өзі ішінен ақ лақ кішкентай екен, қапысын тауып, осыны жәукемдейін. Бірақ мұны көрген ағасы қорқып қашып кетеді-ау деп ойлайды. Не айтатынын күні бұрын ойлап қойған ақ лақ былай деп тіл қатты. Түке, әнекей ана төбенің басында, қара тастың қасында бізді қасқыр күтіп отыр. Ол қара лақ екеумізді қонаққа шақырып еді. Сізге еріп кеткенімізді көрсе ашуланады ғой. Қасекеңнің кәрі қатты. Мүмкін өзіңіз де бізбен бірге жүрерсіз. Жарайды, ендеше жүре беріңдер, мен арттарыңнан барамын, дейді де түлкі бір қулық ойлады. Бір кезде алдарынан тайыншадай көкжал қасқыр кез бола кетті. Ол аузын арандай ашып, бірден екі лаққа тап берді. Қасқырды көрген түлкі сайға қарай зытты. Қарным ашып келе жатыр еді. Мұндай жақсы болар ма? Мен қазір сендерді жеймін, дейді қасқыр.
қасеке әнекей ана төбенің басында, қара тастың қасында бізді арыстан күтіп отыр. Ол таудағы жортқан аң, ұшқан құс атаулыға патша болу үшін кеше осында келіпті. Ертеңгі асына 2 бұзау, түскі асына 2 лақ, кешкі асына 2 қозы жейді екен. Сіздің мына қылығыңызды көрсе, ол бұлқан-талқан боп ашуланып жүрер. Тіпті өзіңізді жазым етер, дейді Ағылақ. Бә, әй қасқыр, мына арыстанды қара, шақырып тұр, деп бақырып қоя берді Қаралақ тыныш тұрмай. Қасқыр қатты састы, әрі-бері алақтап тұрды да бәлесінен аулақ. Бар жандарың барында кетіңдер түге, деп жөніне жүре берді. Жүгірген бойымен 2 лақ бір таудың басына шықты. Тауға шығып айналаға қараса, тауды бөктерлей бір қора қой қаптап жайылып келеді. Қойдың астында аты бар, қасында иті бар қойшы келеді. Қойды көргенде есі шығып қуанған 2 лақ бә деп маңырап қоя берді. Шопан атта жол бастап бұрын келген Ағылақты жерден көтеріп алды. Мен сендерді ойдан, қырдан іздеп таба алмай қойып едім. Өздерің тауып келгендеріңді қарашы. Жарайсың, Ағылағым, жарайсың. Сені Ағылақ ақымақ деп мазақтайтындардың өздері ақымақ деп Ағылақты құшақтап бауырына қысты.